17 жыл өткен соң өзін қорлаған, қинаған сыныптастарынан кек ала бастайды. Бұл танымал дораманың сюжеті. Олай болса, дорама не туралы? Соған көшейік. Мундоин мектеп оқушысы. Мектепте өз сыныптастары қорлайды, ұрады, соғады. Тіпті оның плойкамен де күйдіреді. Полицияға да, мұғаліміне арызданса да, оған ешкім құлақ аспайды. Жауыздар оңай құтылып кете береді. Тіпті туған анасы да жауыздардың ата-аналарынан ақша алып, оларды кешіреді. Барлығынан көңілі қалған Доноин мектебін тастап кетеді. Ол 17 жыл бойы тек кек алуды ғана армандап келеді. Ең басты кегін ол ұстазынан бастайды. Алайда мұғалім оның көмегінсіз-ақ мерт болады. Ол енді өзін әрдайым өкпелетіп күйдірген басты қарсыласының қызына мұғалім болып жұмысқа тұрады. Оған күйеуінен өмір бойы қорлық көріп келе жатқан әйел мен әрдайым күлімдеп жүретін дәрігер жігіт көмектеседі. Доноин жай-жайдан олардың барлық қылықтарын жайып, оларды бір-біріне қарсы қоя бастайды. Ол өзін ренжіткен сыныптастарын бір-біріне қарсы қойып, олардан кек алды. Бірі өлді, бірі түрмеге қамалды, бірі есінен адасып кетті. Ол енді еш алаңсыз, кексіз өмір сүре алады. Айта кететін жайт, Доноинді плойкаға күйдірген жері өмірден алынған. 2006 жылы Кореядағы Чонжу қаласындағы қыздар мектебінде дәл осылай сыныптасы өзінің сыныптасын плойкамен күйдіріп, шаш түйреуішпен оның кеудесін кескен. Чонжудың аудандық соты қорлаған қызды тұтқындауға ордер берген. Әрі қарай жағдайдың қалай болғаны беймәлім. Дораманың аты Слава. Көп адамдар негізі бұл дораманы көрген шығар. Өте қызықты, өте бір керемет дорама. Қателеспесем 2020-2023-те шыққан болуы керек. Сон Хе Кё басты рөлді сомдаған. Бұрынғы рөлдер енді комедиялық жанрларда көбінесе. Ал бұл жерде мүлдем басқа. Өмірде өзі бір қуыршақ сияқты әдемі ғой, Инстаграм қарасаңыз, подиумдарға көп шығады. Ал бірақ бұл жерде мүлдем басқаша, мүлдем басқа рөлде. Біріншіден шашы қысқа, одан кейін кішкене жасын ұлғайтып қойған, өзі өте жас көрінеді ғой. Кек алғыш адамды өте бір жақсы сомдап шықты. Одан кейін Сон Хе Кёның кішкентай кезінде сомдаған қызда өте тамаша өз рөлін алып шыққан. Өз басым осы дораманы асыға күттім. Қорлаған жерлерінде ашуланып, кек алып бастаған кезде, дұрыс, давай, ары қарай деген сияқты бір ары қарай алуым керек кекті деген сияқты солай бір қызыға қарадым өз басым. Сон Хе Кё осы рөл үшін бірнеше марапаттарға ие болды. Десанды да алды, басты актриса деген номинацияны алды. Сонымен қатар зұлымды сомдаған Им Джи Йон, ол да көптеген марапаттарға ие болды. Оның ең басты марапаты ол өз махаббатын тапқан шығар. Ли До Хённың да осы дорамадағы ең басты марапаты ол өз махаббатын тапқаны. Осы дорамадан кейін олар кездесе бастады. Әлде кездесіп жүр. Ли До Хён өзі әскерде болса да, екеуі бір-бірін соңғы бір кино жүлдеде қолдаған сәттері бар. Махаббатыма рахмет деген сияқты. Сондықтан да өте тамаша дорама. Көрмеген жандар болса көруге кеңес берем. Өте қызықты дорама. Ешкімді бейжай қалдырмайтын дорама. Бұл дораманы көргендер бар ма? Ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесіде қандай дорамаға обзор күтесіздер, оны да жазсаңыздар болады. Егер каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылыңыздар. Мен Дорамчик ағай. Келесі жүздескенше.